Таналарды тез семірту үшін ең бірінші нәубетте азықтық рационына ытыбар беру керек болып есептеледі. Рацион құрамы витамин һәм минерал элементтерге бай болуы талап етіледі. Содан кейін, яғни сол таналардың болсын, болмаса қашарлардың болсын, ішкі паразиттерінен, сыртқы паразиттерінен тазалауымыз керек болып есептеледі. Яғни бұл сыртқы паразиттерге қарсы дәрілерді, мысалы, илермектин дәрісін қолдансаңыз болады. Илермектин дәрісін қолданған кездерінде қасына, яғни қосымша етіп витаминнен қолдансаңыз мақсатқа муафиқ болып есептеледі. Ал ішкі паразиттерге қарсы болатын болса, яғни альбен таблетасын қолдансаңыз болады, мысалы үшін, болмаса иммунопаразитан деген дәрілерді қолдансаңыз болады. Енді бұл дәрілерді қолданып болғаннан кейін организмде, яғни сол таналардың, болмаса қашарлардың организмінде зат алмасу процесін жақсылау үшін, ас сіңіру системасын жақсылау үшін, һәм жақсы вес алу үшін, яғни осы Myosta H деген дәріні қолдансаңыз болады достар. Myosta H дәрісі 10 мл болып есептеледі, яғни бір қарамалға 5 мл инъекция қылынады. Ал екінші қарамал болатын болса, оғаннан 5 мл инъекция қылынады. Myosta H дәрісі қарамалардың мойын мускулына инъекция қылынады, яғни оң мойын мускулына 2,5 мл инъекция қылынады, шеп мойын мускулына 2,5 мл инъекция қылынады достар. Пайдалы болған болса, лайк басып, мал сақтайтұғын танысаңызға жіберіп қойсаңыз болады достар.